армысыздар. Бүгін мен сіздерге жаңағы заттың, товардың сапасын, оны қалай есептеу керек, және сапалы товарды қалай алу керек, және киім өлшемдерін осы сабақта үйрететін боламын. Ең бірінші, қараңыздар, мен басты бетте тұрмын. Маған шығып тұрған киімдер бойынша бірінші сапасын қалай таңдау керек екенін үйретейін. Мысал ретінде көрсетейін. Қараңыздар, мынау бізде сатып алынған адамдардың саны. 5/4 дегеніміз ол бізде 54 мың адам. Ал 10 дегеніміз 100 мың адам. Ойлаңыздар, 100 мың адам осы киімдерді алған. Астынан тағы да қарайық қазір. Ал мынау бізде қараңыздар. Бұл бізде бағасы. Міне. Бағасы осындай. Қараңыздар. Мына жерде барлығы 10 мыңға. Мынадай киімдерді алмауларыңызды сұраймын, қараңыздар. Міне, тек қана 670 аз сандар болып тұрады ғой. Бұны алмаңыздар. Ең дұрысы мынадай 100 мың адам алды деген болса, онда оның качествосы да жақсы деген сөз. Сонымен қатар тағы да качествосын біз қалай білеміз? Мысалға, мына тройканы қарастырайық. Детский тройканы мынаны. Үстінен басамын. Қараңыздар. Енді бізде 26-да 88 деп тұр. Енді бұл жерден біз баға өзгереді, себебі ол жерде ең арзан баға осындай деп тұр. Қараңыздар. Міне, ең арзан баға осындай деп тұр. Қараңыздар, мұнда екі баға берілген. Міне, екі баға берілген. Мына бірінші бағамыз бұл адам өзі жалғызы ғана алады. Бір адам ғана, өзі ғана алады. Мысалға, мен өзім ғана алғым келсе, мен 65-те 9 юанмен аламын. Ал егер сіздер закуппен алатын болсаңыз, закуп деген түсінетін шығарсыздар. Міне, закуп деген мына адамдармен қосылып аласыздар, қосылып. Ол кезде сізге арзандау түседі. Міне, 26-да 88 юан. Үстінен басамыз, осы мен қызылды басам. Себебі бұл жерде арзандау түседі. Міне, маған ұнаған осы қоңыр жейдесі бар тройка. Мына 73 дегеніміз бұл сантиметр. Балаларыңыздың несі? Размер бойынша бойына сәйкес келеді. Осымен таңдайсыздар. Заказ беретін кезде сосын мына қызылды баса саласыздар. Астындағы төмен. Мынаны баса саласыздар. Келесі екінші ол комментарий бойынша жаңағы таңдау. Комментарийлер бізде төмен жағында, яғни мына жерде тұрады. 791 адам комментарий жазған. Осы 30 жазған. Міне, фотоларын көрсеңіздер болады, қандай качествода екені. Міне, балаларына кей кезде осылай көрсетеді. Видеолары да бар. Мінекейіңіз. Мінекей. Енді бағасын қалай есептейміз? Міне, төмен жаққа түсе берсеңіздер. Міне, 30-тар бар. Келесі. Егер заказ беретін болсаңыздар, бағасын көрейік қазір. Қанша болады? Мынаны басам. Не. 51-де қараңыздар, міне бағасы. Бағасы мына жерде. Мына жерде жазылған. 52 юань деп ала берейік. Жуықтағанда, 52 юань. Елу екі юаньді көбейтеміз бүгінгі курс бойынша. Неге Google-ға жазасыздар? Юань теңге деп. Сол кезде бүгінгі курсты шығарып береді. Міне, бүгінгі курс 67-де 40 екен. Соған 52-ні көбейтесіздер. 67-де 40. Қараңыздар, 3505 теңге жоқтап алғанда. Қараңыздар, бұндай тройкалар бізде кем дегенде 10 мыңнан жоғары.
сіздер сонда кәдімгідей эконом жасайсыздар. Так, бұны айттым, енді әйелдердің размері бойынша айтайын. Не, мұны әйелдің размерін айтайын, мысалы ретінде. Негізі астыңғы жағында размер бойынша нұсқаулық болады, былай астыға қарай түсе берсеңіздер, қараңыздар міне. Осыны сіздер аласыздар да, скрин жасап алсаңыздар, бәрі түсінікті деп ойлаймын. Скрин жасап Google-ға переводчикқа қоясыздар. Мысалы ретінде маған осы ұнап жүр, осының бағасын көрсек қанша болады екен. Мен қарасын таңдаймын. Так, қараңыздар. Қытайларда негізі размер бар ғой. Бұлай біздің қазақтың размерінен басқаша. Мысалға, мына размерлер бізде 80 килограмм, 105 килограмм деп тұр. Мынау килограмм деген сөз, килограмм. Бірақ қытайларда білесіздер, біздің 1 килограммымыз олардың 0,5 килограммына тең. Яғни аласыздар да сіздер мынаны 2-ге бөліп жібересіздер. Қараңыздар. Мысалға 80 килограмм жазылып тұрса, 2-ге бөлесіздер. Сонда 40 килограмм шығады. Біздің неміз бойынша, өлшеуіміз бойынша 40 килограммен, мұнда 52,5 дейді. Яғни М размері осыған сәйкес деген сөз. Так, 40-та 52,5, я? 2-ге просто бөле саласыздар. Сіздер мынаны 80 килограмм, ойбай, мен 80 килограммын маған болады деп ойламаңыздар. Ал мына жерде бізде 2XL дегеніміз, қараңыздар, 2XL дегеніміз, яғни 65 пен 72 килограммның арасы бұл. Если сіз 65 килограмм болсаңыз, сіз осыны таңдауыңыз керек. Түсінікті деп ойлаймын, размер бойынша. Негізі мына жерінде размерлер жазылған, төмен қарай сантиметрмен көрсетілген. Келесі, аяқ киімнің размерін қалай есептейміз? Онда да тура солай. Қараңыздар. Ол жерде де тура солай. Так. Размері тура солай. Не? 35, 36, 37. Бұл кәдімгі біздің размерімізбен бірдей, бірақ бұның төмен жағында нелер жазылған, меркалары. Осынша сантиметр деп, сантиметрлер жазылған, қараңыздар. Қазір көрсетем, мына жерде төмен жағында болу керек негізі. Так. Мұнда жоқ екен. Негізі болу керек. Размері. Мен өтіп кеттім ба? Жоқ екен. Мұнда жоқ екен. Кәдімгі өзіңіздің размеріңіз бойынша ала бересіздер. Тағы да ерлердің размері тура солай. Заказ бересіздер. Болды ғой деймін, осылар. Стандарт размерлер болады, енді ол бірақ размер тұрады ол жерде. Стандарт размерлер. Так, мына жерде стандарт размерлер жоқ екен. Жарайды. Мені тыңдағандарыңызға рахмет. Маған тіркеліп, бүгінге осы маған тіркеліп, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазсаңыздар болады маған. Тағы да келесі сабақта біз енді мына басты бетті үйренетін боламыз өзіміздің. Так, көрсетейін қазір. Міне, мына жердегі экранды үйренетін боламыз. Кнопканы басқан кезде не шығатыны. Қараңыздар. Келесі сабақта біз осыларды үйренетін боламыз. Рахмет тыңдағандарыңызға.